Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Боташка. Сіздерге бүгін аджиканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қажетті заттар чеснок, болгар бұрышы және де ащы бұрыш қажет болады. Бұның барлығын біз тазалап, жуып, кесіп, ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Және де ескертетін жағдай, ащы бұрышты тазалайтын кезде міндетті түрде қолыңызға перчатка киюді ұмытпаңыз. Себебі ащысы қолыңызға жұғып қалуы мүмкін. Бұның кеті өте ұзақ болады, сондықтан тек перчаткамен жұмыс жасайтын боламыз. Осылай барлығын тазалап, ет тартқыштан өткізіп, алдын ала дайындап аламыз. Содан соң біз салат жасауды бастаймыз. Барлық заттарды ет тартқыштан өткізіп дайындап болғаннан соң біз қуыруды бастаймыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, майдың қызғанын күтеміз. Және де ең алдымен біз тәтті бұрышымызды, яғни болгарский перецімізді қосып, жақсылап араластырып, маймен қуырып алатын боламыз. Осы отта 10-15 минут тек болгар бұрышын қуырамыз. 15 минутта міне өзі жақсылап, бұрқырап, қайнай бастайды. Осы сәтте біз ащы бұрышымызды қосатын боламыз. Барлығын қосып, жақсылап араластырып, тағы да жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Жақсылап араласып, өсіп, бұрқырап, қайнау керек. Содан соң ғана біз чесногымызды қосатын боламыз. Бұрқырап қайнай бастайды. Қатты отта тұра беру керек. Мен далада ошақ қазанда істедім. Және де тұз қосуды ұмытпаңыздар. Тұзды мен көп мөлшерде қосамын. Себебі қыста капуста тұздаған кезде өте дәмді болады. Осы аджиканы қоссаңыздар. Жарты сағаттан соң үстіне чеснок қосасыздар. 1 кило чесногымызды өткізіп, жақсылап араластырып, отта 1,5 сағаттай ұстайтын боламыз. Содан соң біздің аджикамыз дайын. Банкілерді стерильдеуді ұмытпаңыздар. Мен осылай мантаваркаға қойып, жақсылап стерильдеп алдым. Және де крышкаларында қайнатып, стерильдеп алуды ұмытпаңыздар. Содан соң біздің қайнаған аджикамызды құйып, банкілерге жауып, қысқа дайындап қоямыз. Менде дәл осы рецептпен 10 литр аджика шықты. Барлығын жауып, банкілерімізді тазалап, сыртын жуып, барлығын жылы жерге үстін жауып, көрпемен 2 тәулікке қалдырамыз. Өзі суы керек. Содан соң біздің аджикамыз қысқа дайын сақтауға болады. Ас болсын, сіздермен бірге болған Боташка. Видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп қойып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.